Дәмі супер, басқа торттардан ерекше, ауызда еритін бомба торт жасағыңыз келсе, дәл осы тортты жасауға кеңес беремін. Енді прямо вообще күшті ғой. Кез келген қонағыңызды да, отбасыңызды да таң қалдырасыз. Алдымен бізге керегі қантқа ванильный сахар, жұмыртқа, крахмал, ұн, ерітілген сармай, мак қажет болады. Ыдысымыз таза, құрғақ болуы керек. Жұмыртқамызды ыдысымызға салып, оған сахарға ванильный сахарды араластырып, миксерлеп, аз-аздан қосып отырып миксерлейтін боламыз. Жай скоростан бастап жоғарғы скоростқа дейін миксерлейміз. Массамыз 2 есе ұлғайғанша миксерлейміз жоғарғы скоростта. Осындай аппақ болып 2 есе ұлғаюы керек. Ал енді оған ертілген сармайды бірден ертіп ыстық күйінде құйып жібермеңіздер. Кішкене ертіп біраз уақыт тұрсын, яғни жылы күйінде құйып, 1-2 рет осылай миксерлеп жібереміз, яғни жұмыртқаға араласқанша. Сосын құрғақ заттарымызды ұнға крахмал, міндетті түрде жүгері крахмалы, яғни кукурузный крахмал болуы керек. Картофельный крахмал жарамайды. Мак, разрыхлитель қосамыз, яғни барлығын осылай салып, жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде осылай бір ыдысқа салып араластырып алыңыздар, жеке-жеке емес. Осылай салып, сосын массамызға аз-аздан салып отырып, миксерлейтін боламыз. Біркелкі масса болғанша, біріккенше, яғни барлығын салып миксерлеп аламыз. Біздің массамыз дайын. Міне біздің жасаған қамыры, торттың қамыры осындай болуы керек. Осындай болып тұрады. Ал енді осыны жеке пергаментке жеке-жеке пісіріп аламыз коржбен. Мен осылай орын етіп формамен жасап аламын. 22 сантиметрлік формаға астынан осылай орын жасап, өзіме ыңғайлы болу үшін жасап алдым. Ал енді шамамен бір 8-9 корж шығатындай, яғни 9 корж шығатындай қамырымызды бөліп алсаңыздар да болады. 9-ға бірден бөліп алып, жеке-жеке пісірсеңіздер де болады. Осылай 9 корж шығатындай 22 сантиметрмен қызып тұрған пеште 170 градуста пісіріп аламыз. 10 минут шамасында тез-тез пісіп қалады. Барлығын осылай міндетті түрде пергамент қағазы суған соң ғана шешеміз корждарды. Міне енді кремін дайындаймыз. Корждардың барлығын жасап алдық. Креміне салқын сливки 33-35%. Өзіңіз қалаған, өзіңіз білетін сливки түрін қолдана беріңіз. Вареный сгущенка, сахарная пудра қосып, жоғарғы скоростта миксерлейміз. Біздің ыдыстарымыз, насадка барлығы крем жасағанда таза құрғақ болуы керек, және сіз өзіңіз білетін жақсы сливки түрін қолдана беріңіз. Міндетті түрде 30-35% болуы керек. Сметана қолдансаңыздар да болады, бірақ біздің крем кішкене сұйықтау шығады. Сливкидің орнына 20% сметана қолдануға болады. Ал енді арасына пропитка жасау үшін 1 шай қасық үлкен жақсы сгущенкаға осындай 100 граммдай сүтке қосып, бір келкі болғанша араластырып жібереміз. Жақсылап тоқтатпай араластырамыз. Ал енді тортымызды құрастырамыз. Бірінші корждан кейін пропитка жасаймыз, яғни жаңағыдегі сиропты барлығын бірден құйып жібермеңіздер. Аз-аздан осылай әдемілеп барлық шетіне тиетіндей етіп пропитка жасап, оның үстіне крем жағамыз. Крем осы 8-9 коржға жететіндей барлық жеріне бірдей жағатындай етіп жағыңыз. Бір жері қалың, бір жері жұқа, крем аз, бір жеріне көп болып қалмасын. Дәл солай тағы да корж, пропитка, крем. Дәл солай барлығын арасына солай жасап шығамыз. Майдаланған жаңғақты арасына қосып жіберсеңіздер де болады, майдалап пышақпен турап. Менде болған жоқ, сондықтан қосқан жоқпын. Негізі қоссаңыздар да дәмі ерекше болады. Негізі болуы керек. Әр слойдың арасына аз-аздан майдаланған грек жаңғағын қосуға. Міне біз тортымыздың барлығын құрастырып алдық. Ал енді осылай бетін пакетпен, фольгамен жауып, холодильникке кем дегенде 3-4 сағатқа қалдырамыз.
холодильниктен 3-4 сағаттан соң алып, осындай кольцомызды шештік. Сізде кольцо болмаса, жай өзін құрастыруыңызға да болады. Ал енді шет-шетіндегі қалған кремдерін осылай жан-жағын қаптап шығамыз. Және жан-жағына вафельный крошкамен қаптасаңыздар болады. Менде ондай болмағандықтан медовый тортының осындай коржының үгітіндісі қалған болатын. Сонымен қаптай салдым. Сіздер вафельный крошкамен жан-жағын қаптасаңыздар болады. Жан-жағын креммен қаптап қойсаңыздар да болады, бірақ осындай вафельный крошкамен өте әдемі көрінеді. Міне біздің тортымыз дайын. Өте дәмі ерекше, шынында қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұрынғы жай торттардан қайда ерекше, дәмі мен корждары да өте жұмсақ, ауызда еритін болып шығады. Міндетті түрде сіздерге ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса төменге пікір қалдырып, лайк басып кетуді, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Үмида. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.